Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен интервалды ашығу туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыз. Ашығу зиян ба, әлде пайдалы ма? Адам глюкозаны тамақтан алады, ал глюкоза қуат көзі екенін білесіз. Денеміздегі глюкоза қоры шамамен 20 сағатқа жетеді. Оның 8 сағатын ұйқыға жұмсаймыз. Ол уақытта зат алмасу өте баяу жұмыс істейді. Демек, қуат көзіміз бір тәулікке жеткізе алады екенбіз. Алайда ашығудың бір тәуліктен асырмаған жөн. Ондай жағдайда ағзадағы ақуыз ыдырайды, бауырға жүк түседі, иммунитет әлсірейді, жүрекке ауа жетіспей жалпы жағдай нашарлайды. Демек, адам ашығу әдісін 20 сағаттан артық қолдануға болмайды. Интервалды ашығу. Бұл да өте дұрыс шешім, бірақ ашығу уақыты 8 сағаттан 16 сағатқа дейін ғана ұзартуға болады. Бұл кезде ағзаның зат алмасу жүйесі жақсарады, инсулин дұрыс бөлінеді, әрі ағзаға салмақ түспейді. 18 сағатқа ашығу. Осы белгіленген сағат бойы тамақ жемей, су ішпей жүру әбден мүмкін. Бұл кезде адам таңғы асты жемейді, түскі және кешкі асқа тойып алады да кешкі 6-дан бастап үзілді-кесілді бас тартады. Мұндай ашығу зат алмасу ісіне ешқандай кері әсерін тигізбейді. Керісінше жасушалар жаңарып, жасаруына ықпал етеді. 24 сағат ашығу. Бұл өте қатаң сызба. Бұл уақыт аралығында тамаққа шыдауға болатын шығар, алайда сусыз мүмкін емес. Дегенмен де бір рет қана өзіңізді сынап көруге болады. Нәтижесінде зат алмасу жақсарады, ішектің жұмысы жеңілдейді, гормоналды баланс түзеледі, артық салмақтан арылады. 36 сағатқа ашығу. Бұл денсаулығыңызға жасаған зор қиянат болмақ. Саулығын ойлаған адам бұндай қадамға бармайды. Өйткені бұндай ашығу жолы денсаулыққа пайдасынан қарағанда зияны көбірек. Ашығудың бауырға пайдасы орасан, бірақ ұзақ уақыт ашығу емес. Мәселен, таңнан кешке дейін ашығу бауырға, асқазанға, ішекке, жүрекке, миға өте пайдалы. Зат алмасуды, қан айналымын жақсартады, иммунитетті көтеріп, қаназдықты құтқарады, қандағы холестерин мен қант деңгейін реттейді. Ең бастысы әрі маңыздысы ағзаны улы заттан, шлактан, құрттан тазалайды. Нәтижесінде өзіңізді сергек, бойыңызды жеңіл сезінесіз, теріңіз жақсарып, жасара бастайды. Терідегі түрлі дақтар, бөртпе мен безеуден құтыласыз. Тіс, тырнақ, шаш саулығы да жақсарып, ауыздағы жағымсыз иіс жойылады. Дұрыс ашығудың пайдасын білдік. Ендеше ең тиімді әрі сауабы мол әдіс ораза ұстау екенін байқадық. Тәулік бойы 3-4 күн қатарынан ашығып, саулығыңызды зиян тигізгенше бір ай бойы таңнан кешке дейін ораза ұстау арқылы мол сауапқа кенелесіз. Әрі ағзаңызды тазалап, аурудан аяғасыз. Достар, маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Үлкен рахмет.